Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Сіздерге бейнежазба түсірмегелі көп болды. Есесіне бүгін сіздерге қызықты тақырыпта келдім. Яғни көпшіліктің сұрауы бойынша Корея машиналары, автокөліктері жайында бүгін айтатын боламын. Яғни ең қызықтысы автокөліктердің бағалары жайында айтатын боламын. Әрине біз автокөлік сатып алған кезде су жаңа, ешкім айдамаған автокөлік алғанға не жетсін? Сол күнге Құдай жеткізсін әрине. Ал егерде ұсталған машина алатын болсақ, онда қай жеріне қалай қарап тексеріп алу қажет? Әрине ол да өте маңызды. Егерде сіздер жаңа автокөлікті алатын кезде Корея болсын, Қазақстан болсын, арнайы сол машина сататын орталыққа барып, мініп көріп, ұстап көріп, қарап, өзіңізге ұнаған машинаны автокөлікті алуыңызға болады. Және де, егер сіздің қолыңызда нақты қаражатыңыз болатын болса, бағасын әлде қайда түсіріп, яғни келісіп сатып алуға да болады. Онымен қоса, тек қана бағасын ғана түсіріп қоймай, сіздер түрлі сервистер алуға міндеттісіздер. Олар машинаның алды артына қойылатын камералар, немесе навигатор, немесе тағы сол сияқты түрлі сервистерді аласыздар. Бұл сервистерді тек қана біз жаңа автокөлікке ғана алмаймыз, ұсталған автокөлік сатып алған кезде де 1-2 сервис қосып алу мүмкіндіктеріңіз бар. Ол былайша айтқанда міндетті түрде. Және де сіздерге тағы бір айтып кететінім, егер де сіздер Кореядан ұсталған, айдалған машина сатып алатын жағдайда, онда міндетті түрде қарау қажет. Бір құпия бар, ол әрине. Бұл автокөлік Кореяның қай қаласында бұрын айдалынған. Яғни, Инчонда немесе Бусанда, теңіздің жанында тұрған қалаларда айдалған болатын болса, міндетті түрде машинаның астын, көліктің астындағы темірлерді жақсылап тексеріп алыңыздар. Себебі Кореяның өзі, Корей халқы да дәл соны көп айтады. Теңіздің жаны тұзды болғандықтан, ал тұз темірді тез шірітеді. Сол үшін адамдар көп байқай бермейтін көліктің астындағы темір көбінесе шіріп кетіп жатады. Оны әрине жөндейтін жерге барып, жаңа темірмен қаптата салатын адамдар да бар. Сол үшін ұсталған, айдалған машина сатып алған кезде міндетті түрде автокөліктің астындағы темірді жақсылап қараңыздар. Себебі барлық проблема бар сол астынан шығады Кореядағы машиналардың. Және де тағы бір айтатыным, дәл осы теңіздің жанында тұрған қалалардан автокөлік сатып алатын болсаңыздар, басқа жер қарағанда бағасы әлде қайда арзан екенінде естен шығармаңыздар. Енді, мен бүгін сіздерге осы көлік жайында, көліктің несі жайында түсірсем, сіздер қызық көре алады, және сіздерге кішкентай болса да пайдам тиіп ақпарат бере аламын деген ойда көп ойландым да, бүгін мен ұсталған көліктер жайында түсірмеймін деп шештім. Себебі менен де басқа жандар өте көп, сіздерге ұсталған автокөлік жайында ақпарат беріп, оларды сіздерге тасып беретін жандар өте көп. Мен сол үшін ұсталған емес, жаңа көліктердің бағасын, жаңа көліктерді салыстырып, және олардың бағасын сіздерге айтуды жөн көрдім. Себебі жаңа көліктердің бағасын примерно білсеңіздер, ертең айдалған, ұсталған автокөлік сатып алған кезде де бағасын салыстыра аласыздар, қаншалықты қымбатқа алып жатқандарыңызды, немесе қаншалықты арзанға алып жатқандарыңызды. Олай болса, көліктердің бағасын менімен бірге талқылауға бастаймыз. Әрине, сіздерге мен BMW немесе Mercedes-Benz деген автокөліктерді айтпаймын, себебі мен оларды сіздерге айтпасам да, біздің қазақ жігіттері бұл автокөліктерді менен де жақсы, әлде қайда жақсы біледі. Объемы қандай, бағасы қандай, оны сіздер уже бәрін білесіздер. Сол үшін мен Кореяда болғандықтан, Кореядағы Kia және Hyundai автокөлігі жайында айтатын боламын. Кореяның кез келген көшесіне шығып қараңызшы, 70%-нан жоғары автокөліктердің барлығы осы Kia немесе Hyundai автокөліктері болып саналады. Негізінде Kia мен Hyundai осыдан бірнеше жыл бұрын екі түрлі бренд, екі түрлі компания болған. Бірақ 1999 жылы Hyundai компаниясы Kia'ны өзіне сатып алып, қазір екеуі бір компания, яғни Kia болсын, Hyundai болсын, екеуі бір компаниядан аласыздар деген сөз. Мен бүгін сіздерге двигательдің объемы бойынша айтпаймын, мен бүгін сіздерге автокөліктің бағасы бойынша салыстырып беремін. Неге? Дәл бағасы бойынша айтамын, себебі Кореяда сіздің мінген автокөлігіңізге байланысты сізді дәл солай бағалайды. Және екіншісі, мен сіздерге бейнежазба түсірген кезде бұл машина жайлы ақпарат емес, машинаның бағасы әлде қайда қызықтырады деген ойда болды. Және де
Кореяда тағы бір түсінік бар. Машина сенің визиткаң деген түсінік бар. Ол қалай сонда? Машина қалай менің визиткам бола алады? Кореяда жүрген жандар болса, мені жақсы түсінеді деп ойлаймын. Кез келген жерге барған кезде парковкаға келіп тоқтасаңыз, ең бірінші сіздің машинаңызға қарап, көлігіңізге, сізге деген адамның көз қарасы, іс-әрекеті әлдеқайда өзгеріп кетеді. Тек қана парковкада ғана емес, көшеде жүрген кезде де машинаны айдап жүрсеңіз, егер сіздің көлігіңіз қымбат көлік болатын болса, қарапайым мысалға мен арзан көлікті айдап жүріп, менің алдымда Genesis немесе BMW тұратын болса, мен жоқ дегенде 2 метр арақашықтықты ұстауға тырысамын. Дәл қазір мен сіздерге ең арзан Morningнен бастап ең қымбат G90-ға дейінгі машина автокөліктерді салыстырып берем бағасын, және де менің қазір сіздерге айтатын бағалардың барлығы, көліктердің бағаларын Naver деген сайттан алдым, және ол сайтта қандай баға, сол бағаларды сіздерге әрі доллармен, әрі теңгемен жазып қоямын. Сонымен қатар, мен тағы да бір рет ескертейін, менің сіздерге бүгін шығарып жатқан автокөліктердің бағаларының барлығы жаңа автокөліктің бағасы. Сондықтан, осындай да баға бар ма деп, қатты таң қалмасаңыздар екен деймін. Олай болса бастаймыз. Ең бірінші мен ең арзан, ең төменгі сатыдағы автокөліктерді айтамын. Ол әрине Morning және Ray деп аталынады. Суреттерін шығарып қоямын, көресіздер. Бұлардың бағасы 11 миллионнан бастап 14 миллионға дейін. Жаңа автокөліктер. Бұл автокөліктер өте ыңғайлы, өте жақсы көліктер. Кореяда бұл көліктерді әрбір үйде бұндай көлік біреуден бар. Былайша айтқанда Кореяда өзінің екінші запасной машинасы қылып алып қояды. Неге? Себебі, бірінші бұл көліктерді алған кезде, жаңадан көлік сатып алған кезде біз налог төлейміз ғой, салық. Ол салық жоқ. Екінші, кез келген ақылы жолда жүрсеңіз, сіздің төлейтін ақшаңыз 50%-ға жеңілдік. Одан бөлек сақтандыру және басқа да салықтардың барлығы 50% жеңілдік. Даже кейбір салықтар төлеткізбейді, салықтар төленбейтін салықтары да бар. Одан бөлек арнайы осындай кішкентай машиналарға арналған парковкада орындар да бар. Яғни көшеде жүрген кезде мен мынаны қайда қоямын, қайда парковать етемін деп уайымдамасаңыздар да болады. Олардан да бөлек ең жақсысы қыздар айдағанға ең өте ыңғайлы көліктердің бірі деп айтам. Менің өзімде де осындай кішкентай машина айдаймын, себебі әрине үлкені бар, бірақ үлкеніне қарағанда мен кішісін айдаймын. Неге? Себебі кішісіне баламды отырғызып алып садикке или басқа жерге барған кезде любой жерге парковать ете салуға өте оңай. Одан кейін ақша эконом. Былайша айтқанда маған қатты ұнайтын көліктердің бірі. Жеңілдіктері де көп, ақшаңызды экономдайсыз. Парковкаға да оңай қоя аласыз. Кореяда екінің бірі, особенно ажумалар, яғни әйелдер осы Morning немесе Ray'ді айдайды. Ал енді сіздерге екінші деңгейдегі шағын автокөліктерді айтатын боламын. Бұл шағын автокөліктердің бағасы шамамен 14 миллионнан 20 миллионға дейінгі бағаны құрайды. Бұл бағадағы, осы бағаның арасындағы автокөліктер қандай? Олар әрине Avante, K3, Venue, i30, Kona, Seoul, Sitonik сияқты автокөліктер 14 миллион мен 20 миллионның айырмашылығында. Әрине, бұл автокөліктерді кімдер айдайды? Ең алғаш көлік сатып алған адамдар, немесе ең алғаш көлік айдап үйреніп жүрген адамдар. Осы кісілер дәл осы 14 миллион мен 20 миллион аралығындағы мен жоғарыда айтқан автокөліктерді сатып алады. Және де Корей машиналарының іші өте уютна, ыңғайлы орналасқан және кең деп айта аламын. Әрине, әрқайсымыздың ойлайтын кең машинаның ішінде кеңділік әртүрлі шығар. Менің ойымша, бұл машинаның ішінде кеңділік BMW 3 Series немесе Mercedes-Benz C-Class примерно осындай, осы көліктердің іші сияқты үлкен, яғни өте ыңғайлы шағын автокөліктер болып саналады. Және де Кореяда қарапайым халық
көбінесе жаңағы мен Монин мен Рейді қыздар көп мінеді деп айтатын болсам, қалған қарапайым халық немесе қарапайым жастары дәл осы мен жоғарыда айтқан Аванте, K3, Venue, Kona деген сияқты автокөліктерді өте көп мінеді. Мен сіздерге қазірге дейін кіші және шағын автокөліктерді айтсам, осы жолы сіздерге таныстыратын көлік ол әрине орта деңгейдегі автокөліктер. Бұларды корей тілінде чуньонча деп атайды. Бағалары шамамен жаңа айдалмаған машина шамамен 20 миллионнан 30 миллионға дейін барады. Бұл автокөліктерге қандай автокөліктер жатады? Яғни, бірінші K5, Sonata, және де Ioniq, Tucson, Velosto, Sorento осы машиналар жатады және бұларды кімдер айдайды? Бұларды әрине бір саты өмірі жоғарылаған адамдар немесе отбасы толықтаған адамдар, яғни біз қазірге дейін 2-3 адам болсақ, тағы 2-3 баламыз пайда болып, үлкен отбасы болған жағдайда, немесе жұмысыңызды ауыстырып, табысыңыз көбейген жағдайда, осындай жағдайларда жалпы сіздің деңгейіңіз бұрынғы деңгей қарағанда бір саты жоғарылаған адамдар дәл осы мен айтқан K5, Sonata, Sorento деген сияқты автокөліктерді айдап жүреді. Яғни көшеден сіз осындай автокөлікті айдап жүрген жандарды көрсеңіз, хотя табысы нормальный екен ғой деген ой пайда болады. Хотя Кореяда кез келген адам машина сатып алған кезде не істейді? Кредитке сатып алады. Сол үшін кредитке сатып алды деген күннің өзінде оны төлейтін қаражаты табысы болғандықтан сатып алғандықтан дәл осындай автокөліктерді мініп жүрген адамдарды Кореяда нормально тұрады екен ғой деп ойлайды. Мен бұл қатарға және мені қостым. Әрине бұл орташа машиналардың ішіне қосуға болмайды, бірақ неге бір екі машинаны мен дәл осы жерге қосып қойдым, қазір түсіндіремін. Біріншісі Starex, екіншісі Cannibal. Неге Cannibal мен Starexті сіздерге қосып қойдым? Себебі бағасы 20 миллион мен 30 миллионның арасындағы машина болғандықтан дәл осы қатарға қосуыма тура келді. Және де бұл көліктердің жақсысы әлбетте біздің Қазақстанға өте ыңғайлы, себебі 7 адамнан 12 адамға дейін отыра алатын орындықтары бар болғандықтан Қазақстанда біз көбіне естиміз, ауылдан қалаға таксовать ететін кезде бірдестен бірнеше адамды отырғызып алып табыс табуға өте ыңғайлы автокөліктердің бірі болғандықтан осы екі автокөлікті айтпасам болмайтын маңызды автокөліктердің бірі деп айтсам болады. Особенно біздің елге қажет автокөліктердің бірі. Бұлардың бағасы жаңа мен айтқандай 20 миллион мен 30 миллионды құрайды. Келесі сіздерге таныстыратын тағы да автокөліктің түрі ол әрине үлкен деңгейдегі, үлкен сатыдағы автокөліктер. Бұлардың шамамен бағасы қанша? Бұлардың бағасы шамамен 30 миллионнан бастап 45 миллионға дейінгі бағадағы автокөліктер. Дәл осы автокөліктерді алатын кезде корей халқы өте көп ойлана бастайды. Неге? Себебі бұл бағаға шетелден келген BMW немесе Mercedes-Benz одан да күшті машиналарды айдауға болады, сатып алуға болады. Немесе корей автокөлігін аламыз ба деген сияқты бұл кісілерде уже ой пайда болады. Әрине, шетел автокөліктерін таңдайтын жандар да бар, бірақ көбінесе корей автокөліктерін таңдайтын жандар да жетеді. Неге? Себебі Кореяның автокөлігін таңдайтын болсаңыз, біріншіден сервисі күшті, екіншіден Корея кез келген запчасты былайша айтқанда арзан. Шетелден сатып алып келсеңіз, BMW-ны алып келетін болсаңыз, машинаңызға бір жағдай болып қалса, оның запчастың бағасы өзінен 2 есе қымбат шығып кететіндіктен, бұлар өздері корей машинасын таңдайды. Кореяда бұзылып қалды ма, без проблем запчасты тегін немесе өте арзан деген сөз. Сол үшін дәл осы корей брендтерін көп қолдануға тырысады. Олай болса, ең бірінші, қазір ең көп сатылымға Кореяда машина сату сайттары бойынша бірінші орында алатын ол әрине Grandjo деп аталынады. Дәл осы машина қазір сатылымда бірінші орында. Одан кейін әрине K7, G7 және соңғы уақытта өте қатты атақты сатылымдарға болып жүрген тағы да бір автокөлік бар. Ол әрине Palisade және Stingo. Осы автокөліктер үлкен, яғни бұның көлемі үлкен деген сөз емес.
деңгейі үлкен. Яғни, егер сіз осы Grandeur немесе K7, G7 деген машиналарды мініп жүрсеңіз, онда сізге бұл Genesis компаниясының бренді естеріңізде бар, немесе білесіздер деп ойлаймын. Genesis бренді автокөліктердің ішіндегі және қымбат автокөліктердің бірі болып табылады. Бұл 2004 жылға дейін седан Genesis деген болса, 2015 жылдан бастап өзінің Genesis деген брендімен алдыда жүрген қымбат автокөліктердің бірі болып табылады. Ал енді бәріміздің арманымыз премиум лакшери машиналарды, автокөліктерді айтатын боламын. Бұлардың ішінде де мен 45 миллион шамасындағы көліктердің атауын атап шығамын. Ол әрине бізде Mojave дейді, кейбіреулер Mojave дейді. Екіншісі K9, G80, G90 деген машиналар, бұлар біздің бәріміздің арманымыз. Мен сіздерге қазір айтқан автокөліктердің барлығын ғаламторда дәл бүгінгі баға бойынша санап есептеп көрсеттім. Тағы мен сіздерге айта кететін жайт, мен қазір сіздерге айтқан баға бұл жаңа автокөліктің бағасы және Корея сайтынан алынған Корея бағасы. Мен оны Қазақстан теңгеге және долларға ауыстырып қоямын, бірақ сәл айырмашылық болуы мүмкін, себебі күнде доллар бізде ауысып жатады, оны білесіздер. Және де тағы айтатыным, әрине мен бұл айтқан бағалар Кореяның бағасы болғандықтан, осы жаңа салондағы машинаны Қазақстанға апару үшін арада кететін салық, жолдың ақшасы, тағы комиссия ақша арада көп қосылады. Мен оларды есептеген жоқпын, растаможка, басқа деген сияқты. Олардың бағасы әлде де бөлек екенін білесіздер деп ойлаймын. Менің каналыма тіркелген және осы бейнежазбаны көріп отырған барша сіз, дәл сізге, сіз армандаған, сіздің арманыңыздағы автокөлікті алуға Алла жазсын. Армандарымыз орындалсын. Осы каналға комментарий жазып, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің каналға тіркеліп лайк басқандарыңыз мен үшін үлкен қолдау. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.